мәдени күндер аясында Ашхабад музейі есігін айқара ашты. Тарихи жәдігерлер мен көне мұраларға толы музей күніне мыңдаған адамды қабылдайды. Мұндағы ең көне көз экспонат тас дәуіріне жатады. Шетелдік қонақтар әкелген сыйлардың барлығы осында сақталады. Мұражайдағы ең ерекше жәдігер 1 тонналық қалы кілем. Кілемді 38 ісмер жарты жылда тоқыған. Биылғы жыл Түркменстан Ұлы Жібек жолының жүрегі деген ұранмен өтіп жатыр. Сондықтан да болар мемлекеттік мұражайдың үлкен залынан Ұлы Жібек жолына арналған бір бөлім ашылыпты. Ұлы Жібек жолының көшпенділіктің символына айналған аруаналар орналастырылған. Тарих жүректің тілі, сүйектің діңі.